Америка Венесуэлаға соғыс ашса қанша күнде жеңеді? Толық геосаяси талдау, салыстыру, әдістер, уақыт. Егер бір таңертең әлемдік жаңалықтарда Америка Венесуэлаға соғыс жариялады деген ақпарат пайда болса, геосаяси сахна лездедіретеді. Халықаралық сарапшылар, әскери мамандар, аналитиктер бәрі бір сұраққа қадалады. Жеңіс қай жаққа бұрылады және соғыс қанша уақытқа созылады? Бұл тек ойша құрастырылған гипотетикалық сценарий. Бірақ дәл осындай жағдайда не боларын нақты жүйелі түрде елестетуге болады. Алдымен екі елдің жалпы мүмкіндігін, халқын, экономикасын, әскерін салыстырып алайық. Америка халқы шамамен 335 миллион адам. Венесуэланың халқы шамамен 29 миллион адам. Америка халқы 10 еседен де көп. Бұл мобилизация мүмкіндігі мен резерв саны бойынша толық басымдық береді. Әскер санына келсек, Америкада белсенді әскери күш шамамен 1 миллион 300 мың адам. Бұған қоса 2 миллионға жуық резерв бар. Венесуэлада белсенді армия шамамен 100 мың адам шамасында. Резерв саны да шектеулі. Әскери күштің көлемі жөнінен Америка бірнеше есе емес, ондаған есе артық. Экономикалық қуат та шешуші рөл атқарады. Америка жыл сайын 900 миллиардқа жуық қаржыны қорғанысқа бөледі. Әлемдегі ең ірі флот, ең мықты авиация, ең дамыған дрон жүйелері мен ғарыштық бақылауы бар. Венесуэла әскери бюджеті 2 миллиард шамасында. Яғни экономикалық және техникалық айырмашылық аспан мен жердей. Қару-жарақ пен техника деңгейінен де Америка айқын жетекші. Америкада стелс ұшақтары, авианосец топтамалары, үлкен дрон флоты, алыс қашықтықтағы зымырандар бар. Венесуэлада кеңестік үлгідегі Су-30 ұшақтары, Т-72 танкілері, ескі әуе қорғанысы жүйелері бар. Енді соғыс сценарийін кезең-кезеңімен көрейік. Бірінші кезеңде Америка әуе үстемдігін орнатуға тырысады. Әуелей соққылар радарларды, әуежайларды, байланыс орталықтарын, әуе қорғанысын істен шығарады. Бұл кезең 3 күннен 7 күнге дейін созылуы мүмкін. Венесуэланың әуе қорғанысы Америка авиациясына ұзақ қарсы тұра алмайды. Екінші кезеңде Америка теңіз блокадасын бастайды. Венесуэланың жүрегі мұнай. Порттар жабылса, мұнай экспортталмаса, экономика бірнеше күнде құлдырайды. Электр тапшылығы, азық-түлік жетіспеушілігі, ішкі тұрақсыздық пайда болады. Бұл блокада 1 аптадан 2 апта ішінде әсерін толық сездіреді. Үшінші кезеңде құрлықтағы операция басталады. Америка теңіз жаяу әскерін Маракайбо немесе Каракас бағыттарына орналастырады. Техникалық тұрғыда Америка басым. Бірақ Венесуэланың географиясы соғысты баяулатады. Джунгли, таулы аймақтар, қалалық кварталдар шабуылды күрделендіреді. Бұл кезең 2 аптадан 6 аптаға дейін созылуы мүмкін. Төртінші кезең – партизандық соғыс. Венесуэлада тау мен орманға сіңіп кететін қарулы топтар бар. Қала ішінде де жасырын күштер әрекет етуі мүмкін. Бұл кезең бірнеше айдан 1 жылға дейін созылады. Америка армиясы әскери инфрақұрылымды тез жеңе алады, бірақ елді толық бақылауда ұстап тұру ұзаққа созылады. Сонымен Америка Венесуэланы қанша уақытта жеңеді? Әскери инфрақұрылымды талқандау және армияны бейтараптандыру үшін 2 аптадан 6 апта жеткілікті. Ал елді толық бақылау, партизандық күштерді тоқтату, тұрақтылық орнату үшін 3 айдан 1 жылға дейін уақыт кетеді. Жеңіс тек бір шайқастың нәтижесі емес. Әскерді жеңу бір бөлігі ғана. Ең қиыны елді басқару, тәртіп орнату, ішкі қарсылықты тоқтату. Осы секілді видеолар ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Бұл бізге жаңа видеолар шығаруға үлкен шабыт береді.